Мен Қуанышбай Ермекбайжанұлы, Шымкент қаласының азаматтық белсендісі. Бүгін 7 январ қаңтар құрбандарына құран бағыштауға сағат 12 шақырған еді. Соған кетіп баратқан жерімнен артымнан келіп лейтенант Жандос, старший лейтенант Жандос удостоверениесін көрсеткен еді. Оның бәрі есімде жоқ. Телефонымда екі телефон бар менде өзі. Біреуі ұстап жүрген жаңадан алған, бұрынғы ескі телефонымда митингіге де барынып қойған едім. Сол телефоныма сим картаны саламадым ғой жаңағыдай. Анаған барам, саламайды, мынаған барам, білмейді, ішке салғысы келмеді ма, қасында милиция жүрген екен. Сонымен видео түсіре алмадым. Менің қарсылығыма қарамастан 20 минуттай көнбей тұрып алдым. Оробдоға бармаймын деп. Ол жас болған екен, күші басым болған екен. Мен мәжбүр болдым. Оробда да 6,5 сағат ұстады. Сөйтіп үйге әкеп тастады. Сағат 6:30-да әкеп тастады. Сағат 12 болмастан Оробдаға апарған еді. Сол митингіге бір өзің шығасың, біздің жаңағыдегі реніштерін білдіріп жатыр да. Сенбі-жексенбі бала-шағаның алдында отыратын орнымыз, соны ұрладың сен деп маған да. Осындай мамандықты таңдап алған өздерің, мен сендерге милиция болып жүремін. Енді не бір айтыс-тартыстар көбейіп береді ғой оқты. Санап болсам кейінгі қаңтар қырғынын санамағанда 6 митингіге бір өзім шығып жүргем. Олардың да ашуына тиетіндей болған екен. Соны реніштерін білдіріп аталар. Сол басқа айтарым не бар, басқа ештеңе жоқ.